Қазақтың саз аспаптары. Қазақтың саз аспаптары ғасырлар бойы ұрпақтан ұрпаққа мирас болып, көнеден келе жатқан мәдени мұралардың бірі. Ертеде саз аспаптарды ағаштан, түрлі өсімдіктерден, малдың терісінен, сүйегінен, мүйізінен, қылынан және басқа да түрлі заттардан жасаған. Аспаптарды 5 топқа бөлуге болады. Бірінші, үрмелі аспаптар. Дыбысын үру арқылы шығарылатын аспаптар. Саз-сырнай, қос-сырнай, қамыс-сырнай, мүйіз-сырнай, сыбызғы, адырна, ұран, керней. Екінші, ішекті аспаптар. Дыбысы ішек арқылы шығарылатындарға жататындар. Жетіген, шертер, 2 және 3 ішекті домбыралар, қыл-қобыз. Үшінші, жіңішке сым арқылы дыбысы шығарылатын аспап. Шаң-қобыз немесе шаң-қауыз. Төртінші, ұрмалы аспаптар. Аспапқа тартылған көн арқылы дыбыс шығарылатындарға жататындар. Даңғыра, дауылпаз, шың-дауыл, дабыл, кепшік, шың. Бесінші, аспаптың басына тағылған шынжырлар, қоңыраулар арқылы дыбыс шығарылатын тобы. Асатаяқтың бірнеше түрлері. Әлем бойынша музыкалық аспаптарға арналған музейлердің бірі саналатын Алматы қаласындағы Ықылас атындағы халық музыкалық аспаптар музейі 1981 жылы ашылып, 1990 жылы музейге Ықылас Дүкенұлы есімі берілді. Музейде қазақ халқының ұлттық музыкалық аспаптарымен қатар, әлемнің 50-ге жуық елінің мәдениетімен таныстыратын 9 экспозициялық зал жұмыс істейді. Музейге көне ұлттық аспаптарымызды тамашалау үшін барша көпшілік және алыс жақын шетелден келген қонақтар үздіксіз келіп тұрады.